Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода миға шабуыл әдісіне арналған керемет бір ойын түрін ұсынбақшымын. Оқушыларға өте қызықты деп ойлаймын. Ол үшін бізге Гынзи деп аталатын платформа қажет болады. Төмендегі старт Гынзи немесе жоғарыдағы начат Гынзи деген батырманы басып жұмысымызды бастаймыз. Оған дейін ренжімесеңіздер рекламная пауза болса. Өйткені мен сіздерге керемет бір ұсыныс жасағым келіп тұр. Мына жерде оқушыларды топқа бөлуге арналған интернетте жұмыс жасайтын мынадай бір әдемі шаблон құрастырып шыққан болатынмын. Мысалға мына жерде 4 түрлі аспапқа оқушылар бөлінеді. Мына жерде ортада тұрған микрофонның кез келген біреуін оқушы таңдайды. Мысалға мына біреуін оқушы келіп үстен басқан кезде ол пианино деген топқа барады. Мынаны басады баянға, скрипкаға, домбыраға барады деген секілді барлық оқушы келіп өз қалаған микрофон таңдау арқылы топқа бөлінеді. Осылай кез келген пәнге, кез келген сабаққа осындай әдемі шаблон құрастыруға болады. Егер де жасау жолы қызықтырса, описаниеде менің инста парақшамның сілтемесі тұр. Сол сілтемеге өту арқылы инстаграмға өтіп, осы шаблонды сұрап жазсаңыздар болады. Немесе шаблонның өзін алсаңыздар да болады. Және де плюс керек болып қалар деп осындай әдемі суреттерді де қоса беретін боламын. Егер де тақырып қызықтырса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Видеоны өз әріптестеріңізбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де парақшама тіркеле кетіңіздер. Бұдан да бөлек пайдалы ақпараттар өте көп. Төмендегі Tools деген батырманы басамыз. Осы жерде ойынның түрлері өте көп. Әсіресе хит болған бағдарлама әдісі осы платформа арқылы жасалады. Жасалу жолын үйрену үшін описаниедегі сілтемеге өтсеңіздер болады. Қазір біз Games and Activity деген бөлімге өтеміз. Осы жерде мінекей бір жүрек тұр. Осыны басамыз. Мұнда төменде settings деп тұр, яғни настройкасы. Мына жерде total деген жерден кез келген бір санды таңдаймыз. Мысалға мен 30-ды таңдаймын. Мына жерде number of unsway options деп тұр. Бұл жерден де 10 деген санды таңдаймын. Және number of problems дегеннен тоже 10 деген санды таңдаймын. Total деген жердегі 10-нан 100-ге дейін сан тұр. Яғни мен 30 таңдадым ба, 30 санына арналған қосындылар жиынтығын береді. Мына жерде 10 деген таңдағаным 10 түрлі цифрларды береді. 10 түрлі цифрлардың қосындысын біз дұрыс табу арқылы 30 санын шығаруымыз керек. Ал мына жердегі number of problems деген, яғни 10 есеп беріледі. 10 есеп шығарамыз. Save дегенді басамыз. Мысалы мына жерге 30 екінші жағына қандай санды қоямыз? Біз 0-ды апарамыз. 30-ға 0-ды қоссақ, бізде 30 саны шығады. Біз дұрыс таптық, екеуі мінекей құшақтасып шықты. Одан кейін 8-ге неше қосамыз? 22 қосамыз. Дұрыс. Енді келесі мына жерде давайте қате беріп көрейік. Мінекей екеуінің түрі бұзылып кетті деген сияқты. Мына жерде өзінің звугы шығып тұр. Мен басып тастағанмын. Әйтпесе әдемі звукпен оқушыларды қызықтырады. Миға шабуыл әдісімен тез-тез оқушыларға осылай ойнатсаңыздар болады. 10 есеп беріледі. Ең кемі. Енді біз бұл ойынды қалай сақтаймыз? Ол үшін біз төмендегі мынау 3 нүкте батырманы басамыз. Осы жерде Save As деген батырма бар. Яғни сақтау деген. Соны басамыз. Мінекей Continue with Google деген таңдаймыз. Яғни Google аккаунтымыз арқылы осы платформаға тіркелеміз. Тағы да Continue with Google деген таңдаймыз. Енді Google аккаунтымыз мінекей мына жерде шығып тұр. Соның үстінен бір рет шертеміз мышканың сол жағымен. Солай загрузка жүргенін күтеміз. Интернет жақсы жұмыс жасаса, өте жылдам загрузка жүреді. Менде кішкене жай болып тұр. Мінекей мына жерге My Lessons деп шықты. Мына жерде менің жасаған жұмыстарым шықты. Мінекей бағдаршам әдісін жасап қойғанмын. Мінекей төменде My Lesson деген текст тұр. Осы жерге жаңағы ойынға атау беріп, мінекей оң жақтағы Save деген батырманы басамыз. Сол жерге сол кезде осы біздің неміз сақталады жұмысымыз. Мінекей жұмыс сақталды. Енді төмендегі фиолетовый батырма бар, шея деген отправить деген. Осыны басамыз. Осы жерде сілтеме копировать ететін, мінекей сол жақта батырма шығады. Осыны басамыз. Одан кейін сілтемені шығарады. Копи деген батырманы басу арқылы сілтемені көшіріп аламыз.
Мына жерге дәлелдеу үшін сіздерге тағы да бір вкладка ашып, осы жерге жаңағы копировать еткен сілтемені вставить етіп, ойынды қосып көрсетейін. Негізі осы копировать етіп алған сілтемені жаңағы өзіңіздің WhatsApp-ыңызға бір ортақ бір чаттарыңыз болса, сол жерге жіберіп қойып, чтобы ертең сабақтың кезінде бірден сол сілтеме арқылы аша салатындай, солай өзіңізге жіберіп қойғаныңыз дұрыс. Керек кезде оңай болады да табу. Немесе бір Word документ ашып, сол жерге осы сілтемені сақтап қойсаңыз да болады. Мінекей, жаңағы ойынымыз ашылды. Осы жерден ойната берсеңіздер болады. Мысалы, 3 точканы басамыз, осы жерде дисплей деген жазу бар, осыны бассаңыздар үлкен экранға шығып көрсетіледі. Вот осы жерден немізді басып жұмыс жасай береміз. Бірақ settings дегенді басып настройкасын келтіріп алуды ұмытпаңыздар. Үлкен экран режимінен шығу үшін ESC деген батырманы басамыз. Енді біз тағы да бір ойын түрін осы жерге сақтағымыз келсе, мына жерде оң жақ шетте ең шетінде плюс деген батырма бар, соны бассақ, уже бізге екінші бет ашылады. Осы жерге мысалы бағдарлама айтсын ба, басқа бір ойын түрлері мына жерде өте көп. Сол бір ойындарды мысалы осы жерге қойып алып, сақтап қойсаңыз, уже мысалға жаңағы копировать етіп алған сілтеме арқылы бір емес, 2, 3 одан да көп ойындарыңызды ашып аласыз. Сол себепті осылай осындай бір мүмкіндікті пайдаланып алсаңыз болады. Мына жерде төменде library деген батырма бар. Осыны бассақ, басқа адамдардың жасаған жұмыстары осы жерге шығады. Осы жерден өзіңізге идея іздеп, қалай ойналады екен, қалай жасауға болады екен, көптеген идеяларды алсаңыздар болады. Бұл негізі интерактивті тақта. Мына жерде X-ті басып шығып, мына жерде карандаш тұр ғой, соны басып, мына жерде түстердің біреуін таңдап, осы жерден жаңағы оқушыларға экранда интерактивті тақта етіп жұмыс жасасаңыздар болады. Мынау мысалға өшіргіш, осы жерден өшіруге болады, сурет салуға болады деген сияқты пайдалануға болатын өте керемет платформа. Егер де бүгінгі жасаған жұмысым сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер, және де өз әріптестеріңізбен бөлісіп, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер екен деймін. Каналға тіркеліп алыңыздар, міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар, өйткені алдағы уақытта бұдан да пайдалы ақпараттар көптеп шығатын болады.